Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте үлпілдек және дәмді шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен бізге жылы су қажет болады. Бір жұмыртқа, сұйық май және қаймақ керек болады. Қаймақты майонезбен алмастыруға болады. Үстіне ашытқы, тұз және шекерімізді салып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Електен өткізілген ұн қоссаңыз, қамырыңыз үлпілдек, жақсы көтерілетін болады. Жақсылап илеп аламыз. Дәл осындай жұмсақ болуы қажет. Мен басқа ыдысқа салдым. Кішірек ыдысқа салсаңыз, қамырыңыз тез ашитын болады. Бетін пищевой пленкамен орап, немесе целлофанмен де орауға болады. 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырым ашыды. Мен бұны 7 бөлікке бөліп, 7 шелпек және бауырсақ пісірдім. Диаметрі 2 мм болу керек. Осылай стақанмен домалақтап кесуге болады және 4 бұрыштап кесуге болады. Ол өз еркіңізде. Бауырсақтарымыздың бетіні жауып, жарты сағатқа көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Қызып тұрған майға бауырсағымызды екі жағын аунатып пісіріп аламыз. Одан кейін шелпектерімізді пісіреміз. Шелпектің үсті көтеріліп кететін болса, үстін вилкамен басып тұрамыз. Біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте үлпілдек және жұмсақ. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алтыншаш. Барлықтарыңызға ас болсын.